Рамазан, қош келдің Рамазан. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Оразаға байланысты сұрақ жауап айдары эфирде. Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы, исламтанушы Ғазиз Ахмет біздің сауалдарымызға жауап беретін болады. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Біздегі сауалдардың бірі сілекей не түкірік жұтса ораза бұзыла ма деген екен. Бұл сілекей мен түкірік мәселесі оразаны бұзбайды негізі. Өйткені оразаны бұзатын нәрселердің баршасы Хазірет Алидің айтқандай сырттан кіргеннің бәрі оразаны бұзады, іштен шыққандар бұзбайды деген секілді. Бұл адамның сілекей деген үнемі келіп кесіп тұрады. Іште болғандықтан ол ешқандай да зияны жоқ. Келіп кесіп тұра береді. Жұтынуы үнемі, кейбір кісілер осыны қате түсініп жатады. Мен көп жұтынатындығым бар, аузыма сілекей толып кетеді деп. Тіпті ол қаншалық толып кеткен болса да бұл макрух болып есептеледі жұтуы. Бірақ ешқандай да оразаны бұзбайды. Сырттан еш нәрсе жұтпағандығы үшін. Ендеше жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, егер оразаға байланысты өзіңізді мазалаған сауалдар болса, біздің электронды мекен жайымызға жолдаңыз.